Бұрынғы уақытта кең далада жүрген 6 түлкі бас қосып жолдас болыпты. Алтауының ішінде бір түлкінің құйрығы шолақ екен. Ал ұзын құйрығы бұлаңдаған 5 түлкі «Сенің құйрығың жоқ, шолақсың» деп келекелеп күле беріпті. Олардың бұл қылығына ызаланған шолақ түлкі осы мақтаншақ 5 түлкінің құйрықтарын айырып, қалай шолақ қылсам екен, сонда менімен теңесер еді деп көп ойланыпты. Ақыры бір амал табады да, әлгі 5 түлкіге келіп, қашанғы бұйығып жүре береміз, бір жақсы ойын ойнайықшы, ішіміз пысты ғой деп өтініш айтыпты. Ойнасақ ойнайық, сен баста депті 5 түлкі келісіп. Шолақ түлкі әлгі мақтаншақ серіктерін ертіп, қалың қарағайдың ішіне алып келіпті. Содан кейін ойын шартын айтыпты. Бесеуінің құйрығын 5 қарағайға мықтап таңып тастайды да, өзі биік бір төбенің басына шығып тұрады. Басқа түлкілер ол хабар бергенше көздерін жұмып тұруға тиіс болады. Бір кезде шолақ түлкі жан-жағына абыржи қарап, «О, туысқандар, сақтаныңдар, мына жақта бүркіт ұстап тазы ерткен аңшылар келе жатыр» деп айқай салады да, өзі белден әрі асып қаша жөнеледі. Сол кезде қарағайға таңулы тұрған 5 түлкі есі шығып тұра қашпақ болып жұлқынғанда, бесеуінің де құйрықтары жұлқынып шолақ болып қалыпты. Өздері әдемі құйрықтарынан айырылып, шолақ болған соң, серігін мазақтауды қойыпты. Сөйтіп шолақ түлкі өзін келекелеген 5 түлкінің десін басып, өзіне серік қып алыпты.